Қайырлы күн. Эфирде Еңбек Ньюс. Студияда мен Бағдат Әшім және менің әріптесім Арай Смағұлова. Здравствуйте. Бүгін біз осы аптадағы кәсіподақтардың ең маңызды оқиғалары туралы хабарлаймыз. Өткен аптада Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар Федерациясының төрағасы Сатыбалды Дәулеталин жаңа интеграциялық бірлестік Түркі елдердің кәсіподақтар ұйымының бас хатшысы болып сайланды. Самарқанда өткен құрылтай жиналысында ұлттық кәсіподақ орталықтарының жетекшілері ұйымның жаңа мүшесі Қырғызстан Кәсіподақтар Федерациясын қабылдады. Сонымен қатар негізгі институттарды құрып жаңа құрылымның басшылығын сайлады. Ұйымның президент болып Құдратилла Рафиков, вице-президент болып Саттар Бекбалиев сайланды. Түркі мемлекеттерінің кәсіподақтар ұйымының бас хатшысы болып Қазақстан Республикасының Кәсіподақтар Федерациясы төрағасы Сатыбалды Дәулеталин сайланды. Ұйымның тексеру комиссиясының төрағасы болып Омар Арыстанбеков сайланды. Түркі елдерінің әлемдегі өкілдігінің жоғарғы деңгейін атап өтіп, Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар Федерациясының төрағасы Сатыбалды Дәулеталин әріптестерінің кәсіподақтарды жандандыру және жаңғырту, жұмысшылардың құқықтарын қорғау және әділеттілік қағидаттарын ілгерілету бойынша күш-жігерді біріктіруге шақырды. Ұйымның бірінші съезі 29 қарашада Анкарада өтеді. Онда ұйымның штаб-пәтері болады. Вопросы совершенствования социально-трудовых отношений и проект Генерального соглашения на 2024-2026 годы обсудили участники круглого стола, прошедшего под руководством председателя Федерации профсоюзов Сатыбалды Дәулеталина. Члены рабочей группы Федерации по разработке проекта Генсоглашения внесли конкретные предложения по вопросам оплаты труда, установления льгот и социальных гарантий, а также безопасности и охраны труда и другим актуальным направлениям. С июля текущего года рабочей группой Федерации проведено 6 заседаний, в ходе которых рассмотрено 128 предложений в проект Генерального соглашения, представленных членскими организациями. Кәсіподақтар күніне арналған ұрпақтар кездесуі шарасы аясында Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар Федерациясының төрағасы Сатыбалды Дәулеталин оқу, ағарту, ғылым және жоғарғы білім қызметкерлері салалық кәсіподағының ардагерлерімен кездесуіне қатысты. Қазақстан Республикасының Кәсіподақтар Федерациясының басшысы педагогикалық еңбек ардагерлерін кәсіби мерекелерімен құттықтап, жемісті еңбегі мен еліміздің кәсіподақ қозғалысының дамуына қосқан елеулі үлесі үшін алғыс білдірді. Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар Федерациясының басшысы аға әріптестеріне Кәсіподақтар Федерациясының өткен жолы және алдағы міндеттері туралы айтып берді. Кездесуге қатысушылар барлық айтылған бастамаларға қолдау білдіріп, кәсіподақ жұмысының тәжірибесімен бөлісті. Сондай-ақ кәсіподақ қозғалысының қызметін жетілдіру бойынша өз ұсыныстары мен тілектерін білдірді. Предложения по совершенствованию вопроса оплаты труда и социальной защиты работников бюджетных организаций озвучили профактивисты Северо-Казахстанской области на встрече с первым заместителем министра труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасовым. Председатель профцентра Ерик Нуракаев обратил внимание соцпартнеров на важность поддержки инициатив Федерации профсоюзов Республики Казахстан по повышению благосостояния работников и обеспечению безопасности труда. Профлидеры региона обратили внимание на вопросы доплат работникам в местностях с тяжелыми климатическими условиями и компенсации расходов по комуслугам специалистам сельских населенных пунктов. Первый вице-министр подчеркнул актуальность озвученных вопросов, отметив, что их решение требует совместной работы всех сторон социального партнерства. Елордада еңбек күні мерекесі аясында және Қазақстан кәсіподақтары күні қарсаңында Астана қаласының кәсіподақтар орталығының өкілдері және Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар Федерациясы жанындағы келешек жастар кеңесінің белсенділері кәсіподақ сенің қорғаушың атты ақпараттық қолдау акциясын өткізді. Акцияның мақсаты жұмыскерлердің еңбек және әлеуметтік тұрмыс жағдайларын жақсарту бойынша құқықтық қорғау, еңбек адамының қоғамдағы беделін арттыру. Кәсіподақ өкілдері қала тұрғындары мен қонақтарына Қазақстан кәсіподақтарының қызметі, ел дамуындағы еңбек адамдарының рөлі мен орны, олардың мүдделерін қорғау бойынша жүргізіп жатқан кәсіподақ ұйымдарының жұмыстары туралы түсіндірме жүргізді. Тұрғындарға кәсіподақтардың қызметі, мекен жайы, байланыс нөмірі көрсетілген ақпараттық буклеттер және Қазақстан кәсіподағы газетінің шығарылымы таратты. Қала тұрғындары бірқатар өзекті сұрақтарына жауап алып, ұйымдастырушыларға кәсіподақтардың еңбек адамдарына көрсететін қолдауы мен қамқорлығы үшін ризашылықтарын білдірді. Территориальные объединения профсоюзов активно обмениваются лучшими практиками работы. На уходящей неделе профсоюзы Павлодарской области поделились опытом работы примирительного центра с коллегами из Карагандинской области. В ходе встречи профлидеры Динара Айджанова и Булат Жумабеков, а также эксперты профцентров обсудили алгоритм работы примирительного центра и медиативные кейсы урегулирования трудовых споров. Вниманию гостей были предоставлены сборники практических кейсов, выпущенные профцентром Павлодарской области.
Бұл осы аптаның барлық жаңалықтары. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.